Осы ақылды кім үйренеді, насихатты кім тыңдайды? Біреу болыс, біреу би, олардың ақылы үйренейін. Насихат тыңдайын деген ой болса, ол орынға сайланып та жүрмес еді. Олар өздері де өздік кісіміз, өздеріміз біреуге үлгі беріп. Ақыл айтарлық біз деп сайланды, өздері түзеліп жеткен. Енді елді түзерлігі ақ қалған. Ол не қылып тыңдасын және тыңдайын десе де қолы тиеме. Басында өзіндік жұмысы бар. Ұлығымызға жазалы болып қаламыз ба? Елдегі бұзақыларымызды бүлдіріп аламыз ба? Немесе халқымызды бүлдіріп аламыз ба? Яки өзіміз шығындап шығынымызды толтыра алмай қаламыз ба? Деген ебіне қарай біреуді жетілтейін деп, біреуді құтылтайын деген. Бейнетінің бәрі басында қолы тимейді. Байлар болар өздері де бір кім болса да, дәулет қонып дүниенің жарымы басында тұр. Өзінде жоқты малыменен сатып алады. Көңілдері көкте, көздері аспанда. Адалдық, адамдық, ақыл, ғылым, білім, еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса, Құдай тағаланы да паралап алса болады дейді. Оның діні Құдай, халқы, жұрты, білімі, яты, ары жақыны бәрі мал. Сөзді қайтып оқсын ұғайын десе де қолы тиеме. Ол малды суармақ, тойғызбақ, саудасын жиғызбақ, күзеттірмек, бақтырмақ, ұрбөрі, қысуық, соғанақ. Солардан сақтанба, солардан сақтарлық кісі таппа. Оның бәрін жайғастырып, аяғын алып келіп мақтанға орналастырғанша қашан қолы тимейді. Енді ұры, залым, сұм, сұрқия, өздері де тыңдамайды. Онша-мұнша қой жүнді қоңыр шалар күнінде көре алмай жүр. Аналар анадай болып тұрғанда білім, ғылым, ақылды не қылсын? Және де білім, ғылым, кедейге керегі жоқ таяқ. Бізді не қыласың, ана сөзді ұғарлықтарға айт дейді. Оның өзге менен ісі жоқ ғана, алдыңдағы үшеуіндей болған. Жанның ойында ешбір қайғысы, мұңы болмаса керек. Енді көрлі, залым, сұм, сұрқия, өздері де тыңдамайды.